Достар, неліктен тұман кезінде кейбір ұшақтар ұшады да, ал кейбір ұшақтар күйдіріп ұшпай қояды, кешігеді, қосалқы әуежайға кетіп қалады. Неліктен? Осыны түсінбей жатқандар дәл қазір көп екен. Себебі бүкіл жақта, оңтүстік жақта тұман болып жатыр, және де ол бүкіл Қазақстандағы рейстерге әсер етіп жатыр да. Енді соны түсінбей жатқандарға түсіндіріп жіберейін деп видеоға шығып отырмын. Соңына дейін тыңдап біліп алыңыздар, мынаны қараңыздар. Бұл жерде мәселе 3 минимумға байланысты. Яғни это базовый минимум деген бар ғой, ол сол авиациядағы тұман кезіндегі жағдайға байланысты айтылған өлең ғой негізінде ше. Қараңыз, 3 минимум бар. Соның ең біріншісі ол әр әуежайдың өзінің минимумы болады. Ол неге байланысты? Ол ұшақтың қонуға арналған жүйесі болады, және де жолақ бар ғой, полоса ше, содағы жарық жүйесіне байланысты бірінші, екінші, үшінші деген категориялары болады. Яғни категория неғұрлым жоғары болған сайын, сүт тұман болса да ұшақты қабылдай алуға дайын болады оның саймандары. Екінші минимум бар, ол әрбір ұшақтың өзінің минимумы болады. Мысалы, біреуде Airbus, біреуде Boeing деген сияқты, және де оның ұшақтың түр-түрі бар ғой, ода да ішіндегі жүйелерінде өздерінің минимумдар болады. Мысалы, кейбір кәдімгі көліктерде жаңа круиз контроль деген бар, удержание полосы бар, кейбіреуінде жоқ деп жатады. Сол сияқты оларда да кейбір сондай жүйелер болады. Біреуі мысалы қону үшін көру қашықтығы 200 метр болу керек, біреусінде 500 метр болу керек деген сияқты өздерінің минимумдар бар. Міне, соған байланысты да ұшақтардың минимумдары бар. Оны кәдімгі Airbus, Boeingтар оны нұсқаулық ретінде бекітіп қойған да, ол оған ештеңе дей алмайсың. Үшінші минимум енді кейде болады, бір әуежай, бір тұман, бірақ бір ұшақ ұшып жатыр, бір ұшақ ұшпай жатыр да. Міне оның енді оған үшінші себеп жауап береді, ол яғни әрбір ұшқыштың да минимумдары болады. Яғни кәдімгі жүргізушілерде біз страховка алатын кезде категориялар болады ғой, соған байланысты көп аз төлейсің ғой, болмаса кейбір водительдер андай мықты күшті айдайды да, жүргізушілер андай кішкентай жерге де парковка жасай алады деген сияқты. Ал біреу әрең жұмысына барып келіп жүреді ғой. Дәл сол сияқты ұшқыштардың да өзінің осындай қатты тұман кезде оның рұқсаты болу керек, тәжірибесі болу керек деген сияқты өзінің минимумдары болады екен. Міне осы үш себепке байланысты тұман кезінде бір ұшақтар ұшса, біреуі ұшпай жатады. Және бұның барлығының себебі қауіпсіздік үшін, яғни сіз бен біздің қауіпсіздігіміз үшін. Түсінемін, біреу тойдан қалды, біреу жұмыстан қалды, біреу басқа нәрседен қалып жатыр. Бірақ енді оның барлығы бір адамның өмірінен артық емес шығар. Сондықтан да осыны біліп, түсініп, сабыр сақтап жүрейік. Көріскенше.